Бұл көлде сиырларды қатты жақсы көретін қорқынышты тіршілік иесі пайда болды, ал тағы адамдарды да. Бұл Lake Placid, озеро страха фильмі, және оны көру барысында сіздің еш нәрсені жемегеніңіз жөн. Хэнк Кио есімді шериф қайықта өзінің серігі офицер Лоусонмен бірге жүзіп жүр. Бұл ер адам су астында жүзумен әуестенеді және су асты әлемін зерттеу үшін қара көлге сүңгиді. Шериф Лоусонды қайықта күтеді. Ол уақытты қалайда қысқарту үшін музыка тыңдап печенье жейді. Офицер барған сайын тереңірек сүңгіп, судан кішкентай тасбақаны байқайды. Ол су астындағы шағын үңгірге үңіледі және ол жерден тағы да бір тасбақа жүзіп шығады. Лоусонның қызығушылығы арта түседі және ол жақынырақтан көруге тырысады. Кенеттен оның артынан әлдебіреу жақындайды да оны ұстап алады. Офицер су бетіне жүзіп шығып, көмек сұрап жалбарынады. Оны әлдебіреу су астына сүйреп кетуге тырысуда. Шериф қалақты қолына алады. Алайда оның жолдасы енді еш жерден көрінбейді. Көп ұзамай оның оттегі баллоны қалғып шығады. Ал сосын Лоусонның өзі де пайда болады. Шериф үлкен қиындықпен офицерді қайыққа тартып шығарады, бірақ толығымен емес, оның тек жарты бөлігін. Шериф Хэнк офицер Джек Уэллспен жолығады және оған осы сұмдық жайт туралы баяндайды. Мүмкін бұл құндыздар болды мекен, бірақ олар мұндайға қабілетті мекен. Жаңа күн келіп жетеді. Қалада өмір қайнап жатыр. Жергілікті мұражайдың палеонтологы Келли Скит қатты қобалжуда. Мәселенің бәрі оны жақында жігіті тастап кеткен. Оның үстіне оны жақын құрбысы алып кеткен болып шықты. Бұдан жаманын ойлап таба алмайсың. Келлиге оның бастығы Кевин келеді және біз бұл оның әлгі бұрынғы жігіті екенін білеміз. Ер адам оған қара көлде офицерге шабуыл жасалғаны туралы баяндайды. Қылмыс орнынан динозаврдың тісі табылды деген қауесет жүріп жатыр. Келли мұның бір бос сөз екеніне сенімді, бірақ Кевин одан Қара теңізге барып, онда шын мәнінде не болғанын анықтауды талап етеді. Келли Мэнк штатына ұшады. Ол шериф Хэнкпен кездеседі және ер адам оған әлгі зұлым тісті көрсету үшін оны мәйітханаға апарады. Әйел оны зерттеп, бұл қандайда бір үлкен бауырмен жорғалаушының тісі деген қорытындыға келеді. Келли офицер Лоусонның денесін тексергісі келеді, алайда ол есінен танып қала жаздайды. Келли қара көлге аттануды шешеді. Ол мұнда бұрын соңды оғаш еш нәрсенің орын алмағанын біледі. Шериф қаруын алады да Келлиді офицер Джек Уэллсонмен таныстырады. Оларға мұражайдан әлдебір біртүрлі әйелді жібергендері ер адамдарға онша ұнамайды. Сонымен біздің үш кейіпкеріміз қара көлдің ортасында қайықпен жүзіп жүр. Ол мүлдем тыныш, әрі қауіпсіз көрінеді. Шериф пен офицер жергілікті тұрғын Бекерман ханыммен сұхбаттасады. Әйел күйеуінің жақында қайтыс болғанын және бұл оның кінәсі екенін мойындайды. Ол оны табақпен ұрып, үйден алыс емес жерге көміп тастағанын хабарлайды. Біздің кейіпкерлеріміз тағы да көлге бет алады. Шериф олар көлдің жағасына шатыр құратындарын хабарлайды. Келли наразылық танытады және осы сәтте олар судан әлдебір оғаш құбылысты байқайды. Бұл нағыз бұланның басы. Шериф, Джек және Келли лагерді жаяды. Әйел туризм мен жәндіктерді жек көреді, сондықтан ол қатты жынданады. Көп ұзамай олардың лагерлеріне кішігірім тікұшақ келіп қонады. Бұл мифология профессоры және қолтырауындардың жанкүйері Гектор Сир. Келли оны жындыға санайды. Алайда осы оғаш оқиғаны зерттеу үшін ол да шақырылған. Бірақ бір мәселе бар. Мэнк штатында қолтырауындар тіршілік етпейді. Шериф, Джек, Келли және Гектор тағы да көлге беттейді және тағы да ол мүлдем зиянсыз көрініп тұр. Тек Гектор ғана судың астында біреудің бар екеніне сенімді. Кенеттен шериф пен Келлидің қайығын біреу аударып жібереді. Адамдар суға тап болады, бірақ оларды трагедия орын алмастан бұрын шығарып үлгереді. Көлдің жағасынан олар аяқты тауып алады. Ол бір кездері адамға тиесілі болған сияқты. Енді Гектор мұның қолтырауын екеніне 100% сенімді. Дегенмен өмір жалғасады және күн бата біздің кейіпкерлеріміз өздерінің шатырларында кеш ұйымдастырады. Гектор екі полицейліктен үлкен шұңқыр қазуларын өтінеді. Ол қолтырауынды қатты музыканың көмегімен судың жағасына шығарғалы жатыр. Дегенмен шерифке мұндай жоспар ұнамайды және ол ойын-сауықты доғаруды талап етеді. Келли мен Джек қара көлге тамсана қарап тұр. Қыз бастығының оны осында жіберген себебі басқа әйелмен қарым-қатынасына кедергі келтірмеу үшін екенін мойындайды және оның артқа оралғысы жоқ. Түнде шериф қуығын жеңілдету үшін шатырынан шығады. Ол әлдебір оғаш дыбыстарды естиді және қаруын қолына алады. Шөптің арасынан ол жаңа қақпандарды орнатып жүрген Гекторды табады.
олардың айқайынан лагердегілердің бәрі оянып жанжал басталады. Шериф Гектордың тұзақтарының біріне түсіп кетеді. Жаңа күн келіп жетеді. Адамдар тағы да қара көлмен жүзіп жүр. Олар бауырымен жорғалаушыны басқа қолтырауындардың дыбыстары жазылған таспамен алдап шақыруға тырысады. Джек пен Гектор барлығын дұрыстап көру үшін суға сүңгиді. Олар су түбінен үлкен сиырдың өлексесін тауып алады. Келли, Шериф және оның көмекшісі Берг бұл уақытта оларды қайықта күтіп тұр. Кенеттен оны әлдекім қатты итеріп жібереді және Келли суға тап болады. Ер адам оған қарай жүзіп, оны бортқа сүйреп шығаруға тырысады. Алайда моторлы қайық енді оталмайды. Шамасы қолтырауын оны сындырып тастаған сияқты. Олар әлі де қайықты әрең дегенде іске қоса алады және Келлиді судан шығарады. Джек те судың бетіне жүзіп шығады. Оның артынан Гектор пайда болады. Офицер Берг судың үстіне еңкейеді және осы сәтте оның ішінен қолтырауын атып шығады. Бір тістеу және Берг енді жоқ. Гектор Шерифке қолдау көрсетуге тырысады, бірақ оның қолынан бұл онша келіп жатқан жоқ сияқты. Мұнымен қоса, Хэнк оның кезекті қақпанына тап болады. Босанғасын ер адам бірден Гекторға ағашпен бас салады. Осы сәтте шөптің арасынан орасан үлкен аю Гризли пайда болады. Дегенмен ол адамдарға шабуыл жасап үлгермейді. Судан алып теңіз қолтырауына атып шығып, аюды аузына қыстырады да оны көлге сүйрейді. Кешкісін біздің кейіпкерлеріміз енді олардың не істейтіндерін таластырады. Олардың сөз таластырулары төбелеспен аяқталады. Келли Джектің қолынан сызатты байқайды және оның жарасын танады. Біз олардың бір-бірлеріне симпатия танытып жатқандарын көреміз. Хэнк пен Гектор қолтырауындар туралы бейнені қарап отыр. Шериф мына алып қолтырауынның көлге қалай тап болғанын әлі де түсіне алмай жатыр. Келесі күні біздің кейіпкерлеріміз тағы да барлауға аттанады. Олар көлдің жанындағы ылғалды жерден қолтырауынның үлкен іздерін байқайды. Гектор өзінің көмекшісі Шеронмен бірге тікұшақпен аумақты патрульдайды. Келли балшықтан Бьорктың басын тауып алады және әйелде ұстама басталады. Осы сәтте біздің кейіпкерлеріміз алыс емес жерден Бекерман ханымды байқайды. Кәрі жесір қара көлге көзі байланған сиырды апарып, онымен алып қолтырауынды тамақтандырады. Шериф зейнеткерден түсініктеме талап етеді. Бекерман ханым бұл қолтырауынды 6 жылдан бері тамақтандырып кел жатқанын мойындайды. Ал оның жесір қалған себебі қолтырауын оның күйеуін өзінің түскі асымен шатастырып алған. Ессіз Бекерман ханымды үй қамауына отырғызады. Гектор осы жолы ақыры қолтырауынды табармын деген үмітпен көлге сүңгиді. Шерон Шерифпен байланысып көмек сұрайды. Гектор алғашында судан оғаш еш нәрсені байқамайды. Алайда көп замай оған орасан үлкен бауырмен жорғалаушы жүзіп келеді. Міне ол қолтырауынды емес, қолтырауын оны тауып алды. Ер адам үрейлене бастайды және Шероннан тікұшақты оталдыруын өтінеді. Ол бортқа көтеріліп үлгереді. Қолтырауын тікұшақтың бір бөлігіне тісімен жабысып алады, бірақ Шерон оған оқ атады және олар ақыры ұшып кетеді. Шериф пен Джек Гекторға ақмақ қылықтары үшін ұрсады және Келли оған қолдау көрсетуге келеді. Ер адам ендігәрі суға аттап баспауға уәде береді. Алайда оның бұл қолтырауынды қалай болса да құтқарғысы келеді. Шериф қосымша күшті шақырады. Бауырымен жорғалаушыны өлтіргелі жатыр. Гектор олардан мұны жасамауларын өтініп жалбарынады. Ол қолтырауынды судан тұзақтың көмегімен шығаруды және транквилизатормен ұйықтатуды ұсынады. Кішкене ойланғасын Джек Гектордың ұсынысын қабылдайды. Біздің кейіпкерлеріміз Бекерман ханымнан оның бір сиырын алады. Оны тікұшаққа байлап, ақырын көлге түсіреді. Бейшара жануардың тұзақ ретінде қызмет етуі керек. Шериф көмекшілеріне транквилизатормен оқталған қаруларды таратады. Сонымен қатар олар орасан үлкен торларды дайындайды. Сиыр суға жақындауды оған бұл ұнамайды және ол үрейлене тұяқтарын бұлғайды. Осылайша көп сағаттар өтеді. Кеш келеді. Адамдар операцияны тоқтатпақшы, бірақ осы сәтте Гектор радардан қолтырауынды байқайды. Үлкен бауырмен жорғалаушы жақындап кел жатыр. Сиырды жағаға сүйрейді. Қолтырауын орнынан тұрып, өзінің олжасына атылады. Осы сәтте оған транквилизатормен оқталған жебелер ұшады. Кенеттен Гектор тікұшақтың тізгінін жоғалтып алады. Сиыр суға құлайды. Ал оның артынан онда тікұшақта құлайды. Ер адамды шұғыл түрде құтқару қажет. Адамдар қаруларын ұстайды. Тікұшақтың қасынан қолтырауын пайда болады. Алайда кенеттен бауырмен жорғалаушы өзінің жоспарларын өзгертеді де жағаға қарай жылжиды. Қолтырауын құрлыққа шығып, біздің кейіпкерлерімізге шабуылдайды. Адамдар одан пикапта қашып кетуге тырысады.
алайда Келли тепе-теңдікті жоғалтып жерге құлайды. Джек оған көмектесуге асығады, бірақ мұндай алып бауырмен жорғалаушыға оқтар қорқынышты емес. Қолтырауын өзінің құйрығымен Келлиді көлге ұшырып жібереді және әйел тікұшаққа қарай жүзеді. Ол сүңгиді және оның аяғы су асты балдырларына оралып қалады. Қасынан қолтырауын пайда болып, өзінің аузын ашады, бірақ Келли ғажайып түрде босанып, су бетіне жүзіп шығады. Онда оны Гектор күтіп тұр. Алып бауырмен жорғалаушы тағы да шабуыл жасайды. Тікұшақты тістеуге тырысып, қақпанға тап болады. Осы сәтті пайдаланып, Келли мен Гектор жағаға шығады. Қолтырауынға тынышталдырғыш жебе атылады және алып бауырмен жорғалаушы бірте-бірте ұйқыға кетеді. Шерифтің жыртқыштан құтылғысы келіп жатыр, бірақ Гектор одан мұны жасамауын өтінеді. Осы сәтте Гекторға басқа қолтырауын бас салады. Ол оны тістеп алады, бірақ Хэнк гранатометтің көмегімен ер адамды құтқарып қалады. Көп ұзамай тағы бірнеше офицерлер келіп жетеді. Олар залалсыздандырылған қолтырауынды жүк көлігіне тиейді. Айтпақшы, саяхатшы сиыр да аман қалды. Гекторды ауруханаға жөнелтеді және шериф онымен бірге кетеді. Джек Келлиді кездесуге шақырады. Бір апта өте, Бекерман ханым қара көлге жақындап, қолтырауының кішкентай балаларын нан үгінділермен тамақтандырады. Міне солай. Жаңа шоуларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сондай-ақ лайк басып, фильм туралы ойыңызды пікірге бөлісіңіз. Келесіде кездескенше.